Баршаңызға сәлем. Бүгін біз есептер шығаруды каналда ары қарай жалғастырамыз. Яғни физика 10 жаратылыстану математика бағытындағы мектеп баспасының оқулығындағы 205-ші берік есептерін шығарамыз. Сонымен бірінші есебіміз. Массасы 10 грамм көміршыл газының температурасы тұрақты қысымда 20 градус Цельсий шамасына 30 градус Цельсий шамасына дейін артты дейді. Газың атқарған жұмысын және оның ішкі энергиясын өзгерісін тап дейді. Енді осыны берілген жазып көрейік. Берілген бойынша бізде массасы 10 грамм деп тұр. Демекте М тең не деп жазамыз? 10 грамм. Көміршыл газы дейді бірденен Менделеев кестесіне қарайтын болса, ол СО2 және оның мольдік массасы 44 грамм бөлінген моль екен. Келесі температурасы Т1 бізде 20 градус Цельсий, ал Т2-мыз сәйкесінше қаншаға тең болып тұр? 30 градус Цельсий шамасына дейін артты. Атқарған жұмысты және ішкі энергияның өзгерісін тап деп тұр. Енді бұл жағдайда ауыстыратынды, яғни халықаралық бөліктер жүйесіне келтіретінді қарастырып өтейік. Негізінен біз бұл жерде жұмыстың формуласына қарайтын болсақ, масса бөлінген мю ғой. Екеуі де граммен берілсе ауыстырмасақ та болады. Бірақ енді негізінен жазып қоя берейік. 10 көбейтілген оның -3 дәрежесі килограмм, мынау бізде 44 көбейтілген оның -3 дәрежесі килограмм бөлінген моль. Екеуі қысқарып кету үшін мына 10-ды да түрлендірмедім. Келесі Цельсийден кельвинге ауыстыратын болса, ол Т1 дегеніміз бізде 293 кельвин. Екіншісі бізде Т2-міз сәйкесінше 303 кельвинге тең болады. Келесі шешуіне назар аударайық. Шешуінде біз екі формуланы сәйкесінше жазыламыз. Біріншісі А тең М бөлінген мю көбейтілген R көбейтілген дельта Т еді. Жұмыстың формуласы. Барлығы бізде бар, сондықтан да қойсақ болады. Дельта Т дегеніміз Т2 азайтылған Т1-ге тең. Бірден қойсақ та болады. Сондықтан да А тең менің жағдайымда 10 көбейтілген оның -3 дәрежесі килограмм бөлінген 44, оның -3 дәрежесі килограмм бөлінген моль. Барлықтарыңыз айтуыңыз мүмкін, екеуі қысқарып кетеді ғой, қысқарып кетеді негізінен. Көбіне бірақ басқа есептерде біреуі килограмм, екіншісі грамм болса, айналдырып ұмытып кетеміз. Сондықтан да әрқашан бізде былайша айтқанда белгілі бір ереже сақталу керек деп ойлаймын. Так, Т2-ден Т1-ді азайтқан кезінде бізде қаншаға тең болады? Яғни бірден жазуға да болады. 303 кельвиннен мен қаншаны алып тастаймын? 293 кельвин. Бұл әрине 10 кельвин болады. Сонда А тең менде -3 пен -3 қысқарады, килограмм, моль мен моль қысқарады және кельвин. Сонда жауабы джоуль қалады. Так, кеттік. 10-ды көбейтеміз 8,131-ге және көбейтем мен қаншаға? 10-ға тақты. Және бөлемін астыңғы бөлікте 44-ге. Сонда менде шығады жуықтаған кезінде 18,8 болып кете береді екен, 18,19 менде не болады екен? Джоуль. Ал енді ішкі энергияның өзгерісін дельта У-дың формуласының сәйкесінше алдыңғы есептер шығардық қой. I бөлінген 2, М бөлінген мю R дельта Т болады, өзгеріс болғандықта. Енді осы жерде М бөлінген мю R дельта Т бізге А-ны береді екен. Олай болса, бұлай жазсам бола ма? I бөлінген 2 менің жағдайымда көбейту А деп жазсам болады екен. Енді орнына апарып қоям, есепті шығару кезінде. Сонда I-дың орнына қанша қоямыз? Қарап отырсаңыздар, SO2 деп тұр. Демекте бұл қанша атомды болып тұр? 3 атомды. 3 атомды болған кезінде I бізде 6-ға тең болады екен. 3-тен және одан да көп болған кезде 6 бөлінген 2 көбейтемін 18,19 джоульге. Сонда, яғни 3-ті көбейтем 18,19-ға. Осыдан шығатын мән менде қаншаға тең болады екен? 56,17 джоуль екен. Жауабында қателік бар. Біріншісі дұрыс, екіншісі қате. Келесі есебіміз массасы 3,47 килограмм газдың температурасын изобаралық қыздыру кезінде 159 кельвинге арттырғанда 144 килоджоуль жұмыс атқарылды. Газдың мольдік массасын анықтаңыздар дейді. Берілген жазайық, яғни берілгені бізде массасы
3,47 килограмм. Келесі изобаралық қыздырып кезінде дельта Т, яғни Q, К болып бітетін болса жалғауламыз. Ол уже бізге температураның өзгерісін береді. 159 кельвинге арттырғанда. Атқарылған жұмыс бізде 144 килоджоуль. Табу керек біз есептің шартынан мольдік масса істесе мюді табамыз. Бұндай есепті қалай шығарамыз? Жалпы газдың жұмысының формуласын жазсақ, арғай соны түрлендіреміз. Халықаралық бөліктер жүйесінде килоджоульді айналдырып қойдым. Енді шешуіне тоқталамыз. Изобаралық процесс кезінде көбінде жұмыстың формуласы да өзгермейді, сіздерге бірден айтып өтейін. Ол мына формулаға ие боламыз. Көп жағдайда m бөлінген мю, r дельтаты көп жағдайда емес, негізгі формула осы болады изобаралықта. Осыдан мюді тапқан кезінде а екеу орындар ауысады екен жай ғана. Сондықтан m көбейту r дельтаты бөледі екенбіз қаншаға? аға. Енді орын апарып қоямыз. Мю тең 3,47 килограмм. Көбейтеміз 8,31 джоуль бөлінген моль көбейтілген кельвин. Және көбейтеміз 159 кельвинге. Бөлеміз қаншаға? Яғни 144 мың джоульге. Көбісіміз мынандай сұрақ қояды. Неге сіз өлшем бірлікті көп жазасыз дейді. Негізінен өлшем бірлікті физика болған кезінде жазу керек негізгі. Сонда сіздер соңында қандай өлшем бірлік шыққандығын білетін боласыздар. Кельвин мен кельвин қысқарады, джоуль мен джоуль қысқарады. Сонда өлшем бірлік менде килограмм бөлінген моль болып бірдеңе шығып тұр. Ал енді кетті. 3,47-ні көбейтеміз 8,31-ге. Және көбейтеміз 159-ға. Шыққан санды бөледі екен 144 мыңға. Сонда менде болады екен, ол мю дегеніміз 0,1000-нан жоқтағанда 32 болып тұр. Килограмм бөлінген моль. Бұны ауыстыратын болсақ, яғни 32 көбейтілген 10-3 дәрежесі килограмм бөлінген моль. Яғни бұл оттегі молекуласының мольдік массасына тең болғаны. Үшінші есебіміз былай дейді. Массасы М, температурасы Т идеал газды изохорлық суытқанда оның қысымы n есе кеміді. Берілген бірден жаза берейін. Яғни қысымы n есе кеміді дегенді біз қалай жазамыз? Яғни P тең P0 бөлінген n десек те болады. Келесі масса берілген, және сәйкесінше температура берілген, және газдың мольдік массасы берілген. Енді бізге айтып отыр. Соңғы күйде газдың температурасы бастапқы күйдегісіне тең болып дейді, атқарған жұмысты тап дейді. Енді алғашқы кезде изохорлық процесс деген сөзге назар аударайық. Сонда изохорлық процесс кезінде бізде формуламыз сәйкесінше P0 бөлінген T0 тең болады P бөлінген T-ға. Осыдан T-ны тауып алуға тырысайын. T тең болады менде сәйкесінше. T тең болады P көбейтілген T0 бөлінген не болады екен? P0. Енді орнына апарып қояйық. Сонда мен P-ның орнына P0 бөлінген N көбейтілген T0 және P0 қоямын. Мына екеу қысқарып кетеді, сонда менде T0 бөлінген N деген формула шығады. Ары қарай бізде изобаралық процесс болып тұр, газ тұрақты болып тұрған, қысым тұрақты болып тұр. Сондықтан да жұмыстың формуласын мен айтқан едім алдын қасында біз мына формуланы көп қолданамыз деп. M бөлінген мю, R дельта Т. Енді орнына апарып қойын. Сонда M бөлінген мю көбейтілген R бізде температура кеміп жатыр. Сондықтан да T0 азайтылған не деп алам? Т деп алам. Так, енді орнына апарып қойып. M бөлінген мю көбейтілген R. T0-дің орнына еш нәрсе қоймайым, ал мынаның орнына T0 бөлінген N қоям. Ортақ бөлім берсек болады, сонда A тең болады, және T0 жақшаның сыртына шыға жіберем. M бөлінген мю R көбейтілген T0 мынаған N-нен беретін болсақ, сонда жақшаның ішінде N-1 и бөлімінде менде не болып қалады екен? N. Міне жауабы дәл берілгендегі жауаппен сәйкес келіп тұр. Жай ғана T-ның орнына мен T0 деп алдым. Келесі төртінші есебіміз бізде мынандай болып берілген екен. Газдың кейбір мөлшерінде 300 кельвин температурадан 400 кельвинге температураға дейін қыздырады деді.
Сол кезде газдың көлемі оның температурасының тура пропорционал өзгереді. Бастапқы көлем 3 дециметр куб. Процестің соңында газдың қысымы 15 дәрежесі паскаль. Процесс кезінде қандай жұмыс атқарылады дейді. Яғни берілген жазсақ болады бірден. Берілгенде бізде Т1 300 кельвин, Т2-міз бізде қаншаға тең болып тұр? Т2 бізде 400 кельвинге тең болып тұр. Бастапқы көлем V1 деп жазам. Бұл жерде 3 дециметр куб. Және қысым бізде 15 дәрежесі паскаль, демек атмосфералық қысым болып тұр. Бұл қалыпты жағдайда қысым тұрақты, және осы кездегі біз анықтауымыз керекпіз. Демек те бұл жағдайда қысым тұрақты болған кезінде біз мына формуланы білетін едік. V1 бөлінген Т1 тең болады V2 бөлінген Т2. Осыдан V2-ні тауып көрейік. V2 неге тең болады? Ол V1 көбейтілген Т2 бөлінген астыңғы бөлікте бізде Т1. Орнына апарып қоямын. 3 дециметр куб ол 3 көбейтілген, оның минус 3 дәрежесі метр куб болады. Мен халықаралық бөліктер жүйесін жазбай кетіппін. Көбейтеміз 400 кельвинге, және бөледі екенбіз қаншаға? 300 кельвинге. Қысқартатын қысқартып жіберейік. Мынаны 2 нөлмен қысқарып кетеді, 3 пен 3 қысқарады. Сонда менде 4 көбейтілген, оның минус 3 дәрежесі метр куб қалды. Енді жұмысты табу үшін ең қарапайым қысыммен байланысты формуласын жазамыз. Ол V2 минус V1 көбейтеміз бұған. Орнына апарып қоямын. Оның 5 дәрежесі паскаль. Көбейтеміз жақшаның ішіне 4, оның минус 3 дәрежесі метр куб. Және азайтады екенмен 3, оның минус 3 дәрежесі метр кубты. Жақшаның ішіне 1 көбейтілген, оның минус 3 дәрежесі болады. Осыдан А тең болады. Оның 5 дәрежесі паскаль, көбейтемін 1, оның минус 3 дәрежесі метр куб. Осыдан менде шығатыны, яғни қарап отырсаңыздар қысқарып кетеді. 15 дәрежесі мен оның минус 3 дәрежесін алып тастайтын болсам, оның 2 дәрежесі қалады, ол 100 болады. 100 джоуль. Паскаль көбейтілген метр куб маған джоульді береді. Енді ең соңғы бізде 3-ші есебіміз, 5-ші есебіміз қалып отыр. 1 моль бір атомды идеал газдың график берілген, 34-6 суретте көрсетілген. Идеал газ 1, 2, 3, 4, 1 циклдік процесс жасайды дейді. Газдың бірінші күйдегі температурасы 100 кельвин. Бүкіл циклде атқарған жұмыс бізде қаншаға тең болып тұр? 16,16 килоджоуль. Газдағы мольдер сан тап дейді. Жалпы енді қарастырып өтейік, бірденен шешуіне тоқталсам ба деп отырмын. 1 мен 2-де қарап отырсаңыздар, бізде қандай процесс екен? В тең констант. Демек, бұл жерде атқарылатын жұмысымыз қаншаға тең болады екен? 0-ге. А тең 0. Келесі 2 мен 3 бұл бізде изобаралық процесс. Изобаралық процесс П тең константа. Бұл кезде белгілі бір жұмыс атқарылады. Яғни А 2-де 3 дейік. Оныкі сәйкесінше қандай болады екен? Қазір оны қарастырып өтеміз. Одан кейін 3 пен 4 бұл бізде изохоралық процесс қайтадан. Бұл кезде атқарылатын жұмысымыз, мына жерде 1-2 деп қойын, 3 пен 4-те атқарылатын жұмысымыз сәйкесінше 0-ге тең. Келесі 4-тен 1-ге өткен кезінде жұмысымыз болады. Бұл жерде өйткені изобаралық процесс П тең константа. Және А4-те 1 бұл жерде жұмыс атқарылады. Сонда барлық жұмысымыз осы 2 жұмыстардың қосындысына тең болады екен. Енді осы жердегі 2-де 3 пен 4-те 1-дегі жұмысты алып алайын. Яғни А тең болады менде А2-де 3 қосылған А4-те 1. Енді оны қалай табамыз деген сұраққа жауап берейік. Кәдімгі формула қолданамыз. Біріншісі 2 мен 3-те бізде қысымның формуласы. Қысым бұл жерде 2 П0, жақшаның ішінде көлем бізде 3 В0 минус В0 болады, дұрыс па? Өйткені В2 азайтылған В1. Қосу, келесі қысым бұл жерде П0 болады, ал көлем керісінше мынандай болады екен, В0 минус 3 В0 болады. Енді А тең менде 2 П0 көбейтеміз. Мына жақта 2 В0 қалады екен, жақшаның ішінде. Плюс
енді мына жерде минустан басымен шығады екен. Плюс болып минусқа айналады. Сонда p нолевой көбейту 2 v нолевой болады. На бетте 4 p нолевой v нолевой минус 2 p нолевой v нолевойды аламыз. Сонда тең болады екен 2 p нолевой и v нолевой. Осының барлығы бізде 16,6 килоджульге тең екендігін біз не істедік, білдік. Енді ары қарай кеттік. p нолевой v нолевойдың мынандай формуласы бізде бар. Яғни бізде мына жерге жазып қояйын. Яғни p нолевой көбейтілген v нолевой тең болып тұр менде ню r көбейтілген t1. Ал мына жерде жазып қоятын болсам, сонда 2 p нолевой көбейтілген v нолевой тең қанша деп жазам? 16.600 не болады екен? Джоуль. Енді p нолевой v нолевой ню r t1-ге тең болатын болса, p нолевой v нолевойдың орнына мына формуланы әкеп қоятын болса, менде неге тең болады екен? 2 ню r ана орнына p нолевой v нолевойдың орнына қойып жатырмын. Мына ню r t1-ді осы тең болады екен менде қаншаға? 16.600 джоульге. Осыдан ньюді табатын болсам, менде тең болады екен 16.600-ді мен бөледі екен 2 көбейтілген r-дің орнына 8-де 31-ді көбейтем, және бастапқы температура қайтып келді ғой, ол 100-ді. Сонда қысқартатын қысқартып жіберейік. 100 бен 100 қысқарады. Енді 166-ны бөледі екен 2-ге, және шыққан санды 8-де 31-ге бөлетін болсам, сонда ню жоқтаған кезінде менде 10-ға тең болып тұр, 10 мольге тең болып тұр. Жауабында қателіктер бар екендігін көріп отырсыздар. Міне осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Есептер шығару. Егер де видео сіздерге ұнаған болса, достарыңызбен бөлісіп, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Қош сау болыңыздар.